Сол әңгіме керек болса шығып кетіңдер қазір вообще. Қоймайсыңдар. Бізге де қиындық тудырып жатыр. Адамдардың басын қосу қиын болып жатыр. Дайындық сайын кішкене ғана қысқартулар енгізіліп жатыр. Басқадан жауап берсе болады ма? Ұйқыдан тынысалар епа келіп отыр. Жалпы қойылым бұл пьеса өте ауыр қоюға, тіпті профессионалды театрларға да. Жақсы, біз тәлімгермен дайындалып жатырмыз. Более-менее дайынбыз деп ойлаймын. Соңғы штрихтар ғана қалды. Шын ұнайтын қойылымды сіздерге ұсынуға асықпыз. Қойылым байқап тұрғандарыңыздай өте қызық өтуде, өте динамично, өте интенсивно. Негізі, білмеймін, бұл қойылым потолок болады деп ойлаймын. Сценарийді жазу өте өз басыма өте қызық болды, өйткені бұл менің өзімнің сүйікті шығармам болатын. Оны қазақша нақышта, қазақша стильге енгізу тағы бір челлендж болған болатын. Өзіме қызық болды, өйткені ішінде и комедия болды, и трагедия, олардың барлығын ұштастыру қызық бір практика болған сияқты өзіме. Дайындық өте интенсивно өтіп жатыр. Әлде де қазір сағат 11 болып қалды, әлде де қараймыз. Жоқсыңдар, ләпшіздер, әңгіме айтып отырсыңдар. Не үшін керек ол әңгіме сендерге? Сол әңгіме керек болса шығып кетіңдер қазір вообще. Қоймайсыңдар. Енді президент ретінде менің ең басты обязанностьтарым бірі ол командный работаның дұрыс атқарылуын қамтамасыз ету. Қойылым дейтін ол тек қана сахнада болып жатқан нәрсе емес, ол үлкен біткен организм. Олар организмнің өмір сүруі үшін бүткіл адам 100% вовлеченный сол нәрсемен айналысу керек. Сондықтан бізде кішкене сол жағынан ақаулар болып жатыр. Сол үшін кішкене ұрсуға, бәрін қайттан дух келтіруге тура келді. Барлығы күшті болып жатыр. Особенно реквизитчиктарға өз басым дейм. Вообще күшті істеп жатыр балалар. Барлығын өз қолдарымен жасаған. Реквизит бойынша мына қойылым жеңілірек. Ондай қатты қиын емес. Мысалы, кішкентай ханымдарға біздер бірнеше реквизит қолдан жасаған болатынбыз. Мына жерде реквизиттер қолдан жасағанымыз ол бізде шырма, және де қалғандары ол уже актерлардың алып кететіні деген сияқты кішкентай реквизиттер. Шырмаларды бізде дейтін бір күннің ішінде бүкіл қаңқасын жасап, бүкіл затын алып келіп жасалынған болатын. Кейін уже детальдарын доработать еткен болатынбыз. Дайындық в целом маған өте ұнап жатыр. Себебі кешегі күннен бастап бізде реквизиттер толық және состав полный, проекттан бәрі келіп, өте керемет атмосфера өтуде. Бүгін как-то атмосфера жоқ. Қойылым біздің клуб үшін ғана емес, біздің универ үшін де ерекше болмақ. Себебі біз американдық фильмді осы біздің стилімізде, біздің қазақ тілінде жеткізгіміз келіп отыр. Және бұл жындыхана туралы болғандықтан көптеген көрермендерге жаңа бір импрессион әкеледі деген ойдамыз. Жалпы осы жолы образдарды құрастырған кезде кәдімгі жындыханадағы кәдімгі киімдер емес, көбінесе абстрактілі қосуға тырыстық ол киімдерге. Қызықты факт ол осы киімдердің стилін, дизайнын жасау үшін біз Gucci'дің Spring 2020 сән үлгісінен алдық. Яғни ондағы детальдар, элементтер солардың стилімен жасалды десе де болады. Студенттер маған өте қатты ұнайды, себебі жалпы өнерге деген сүйіспеншіліктері мықты, өнерге, мәдениетке. Сондықтан сенемін, жақсы бір қойылым, премьера болады деген ойдамын. Жарғы вообще ерекше. Ладно, дыбыс микшерына үйрену оңай, бірақ жарықтың микшері дейтін вообще басқа нәрсе. Бұяқта әр нәрсені өзін программалап, қозғалатын нәрселерді қозғап, сөйтіп дайындап әрлеп отыру керек. I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in the eyes, shining so baby. I feel like we're forever every time we get together, but
келіңіздер, көріңіздер, керемет қойылым болады. Біздер өз жанымызды, тәнімізді салып жатырық осы нәрсе үшін. Бұл жаңа продукт, жаңа бағыт. Сол нәрсені тамашалап, Қазақ ТЖ-ге қолдау білдіріңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Ерекше дүние, сол ерекше дүниеге ерекше реакция күтеміз сіздер. Көрермендерге айтарым, келіп көріңіздер, біздің қыз жігіттердің өнерін тамашалаңыздар деген міндетті түрде келіп көріңіздер, қалып қоймаңыздар. Біздің жаңа форматтағы өзімізге экспериментальный ретіндегі керемет істеп жатқан қойылымымызды көріп, наслаждайтесь, в общем, сол. Біз сіздер таңғалдырудан ешқашан жалықпаймыз. Әркім өзіне какой-то бір урок алады деп ойлаймын. И вообще Қазақ стейдж топ-топ, падам-падам топ-топ. Рахаттанасыздар деген сенімдемін. Сондықтан міндетті түрде келіңіздер. Біз психта ойнасақ та, біз псих емеспіз. Мы интеллектуалы. Біздің 5 жылдығымыздың көрермені болып, Қазақ стейдждің дамуын бір тамашалап қайтсаңыздар. Кішкентай хандармен мүлдем салыстыра алмаймын. Біздің ұзақ уақыт бойы дайындалған жұмысымызды баға беріп кетіңіздер. Күш жігер, мықты болыңдар, ақылды болыңдар, ойлы болыңдар, мақсатшыл болыңыздар, намысшыл болыңыздар. Мына өнерді осы спектакльді ең жоғары деңгейде қояды деген сенімдемін. Все, достар. Осымен біздің ойбай. Все, достар, осымен біздің көжектің ұясы промоушны бітті. Всем пока. Тайм была я, Ерке. Нам қызу керек дейсің.